Жігіттер, Алла тағала бізге кейбір нәрселерді міндеттейді. Бірақ артын қарасаңыз, сіз үшін пайда. Қараңыз, пайғамбарға салауат айту. Алла тағала Құран-ы Каримде айтады: Бисмилля, инналлаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби. Расында Алла тағала және періштелер ол пайғамбарға, біздің пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтады. Я айюхаллазина аману. Ей, қараңызшы не дейді? Кім өзін мұсылманмын деп санайды, сол адамға айтып жатыр: ей, Аллаға иман келтіргендер, саллу алейхи ва саллиму таслима. Сендер де пайғамбарға салауат айтыңдар, көркем сәлем жолдаңдар. Қараңызшы, пайғамбарға салауат айту бізге міндет. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі айтады: менің атым аталған кезде оған салауат айтпаған адам жер бетіндегі ең сараң адам дейді. Жибрейл амин де келіп үш нәрсені айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үшеуінде де амин деп айтты. Соның біреуі қысқартып айтамыз: сенің атың аталған кезде салауат айтпаған адам қор болсын. Мен амин деп айттым дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Енді артын қарайықшы жігіттер. Біз пайғамбарға салауат айтқаннан не ұтамыз? Бізге міндет бұл нәрсеше. Бұны сен қиналып істемей-ақ қой. Негізі Алла тағала саған істе деп бұйырып жатыр. Өйткені саған артында пайда бар дейді. Сіз бір рет пайғамбарға салауат айтасыз, саллаллаху алейхи ва саллям. Алла тағала сізге 10 рет салауат айтады. Қараңызшы, Алла тағала сізге 10 рет салауат айтады деген сөзді қалай түсінесіз? Бір рет салауат айтқан адамға Алла тағала 10 жамандығын өшіреді, 10 жақсылық жазады. Қалай ойлайсыз? Табан астында Аллахума салли аля Мұхаммад. Ең оңай. Айттыңыз, сізге Алла тағала 10 жамандығыңды өшірді, 10 жақсылық жазды саған. 10 рет Алла тағала саған салауат айтты. Қалай ойлайсың? Қандай дәреже бұл? Ал бұл біз үшін мән бермейтін нәрсе сияқты. Қараңыз, пайғамбарға салауат айтып, оны түсінде көретіндер бар. Пайғамбарға салауат айтып, өмірінде қарызынан құтылғандар бар. Оқиғасы енді ұзақ болып кетеді айтсақ. Қараңыз, кімде-кім күніне 1000 рет салауат айтып тұрса, ғалымдар айтады, ол онда түсінде көреді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ал оны түсінде көру қандай маңызды екенін айтайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: сендердің түстеріңе жаңағы әркім кіреді, туысың, басқа әкең, атаң кіре береді. Олар жындар ғой. Ал егерде мені түстеріңде көрсеңдер, онда расында мені көргендерің жындар менің кейпімде келе алмайды дейді. Менің кейпіме ене алмайды жындар. Және бір сөзінде айтқан екен: кімде-кім мені түсінде көрсе, ол адам мені өңінде көрген болып саналады дейді. Өзіңіз ойлаңызшы, пайғамбарды өңінде көрсең не деп айтар едің? Қалай болар едің? Адамдар қазір шашын көріп жылап жатыр ғой. Кешке жатар кезде бір стакан тұзды шайнап жұт та жатып ұйықтап қол. Не көресің түсіңде? Түнімен түсіңде су ішіп шығасың. Өйткені сен шөлдеп жатқан адамсың. Сенің негізгі арманың суға айналды. Адам нені армандаса түсінде соны көреді. Дәл сол сияқты егерде сіз пайғамбарды көруді армандайтын болсаңыз, шынымен махаббатыңыз пайғамбар болатын болса, онда сіз оны түсіңізде міндетті түрде көресіз.